Я Олас ханым. Бұл сыйлық Гаухар ханымнан өз табысы. Гаухар ханымнан, келіңіз. Уәдеңіз бар еді ғой бір. Тіпті ұмытып кетіппіз. Ханзадаға сыйлық беремін деп, кешеден бері менің әлеуметтік желіге тыныштық жоқ. Елдің бәрі сұрап жатыр. Оказывается, бір аузыңнан айтқан сөзді жаттап алады екен ел. Әрине. Сразу сұрап жатыр маған, неге бермедіңіз деген сияқты. Енді бұл жердегі жігіттердің бәрі маған жақын, кішілері менің баламдай болса, үлкендері енді менің әпкедей көреді ғой мені. Сондықтан да ешқайсын бөліп жарған жоқпын. Осы жерде 9 жігітке өзімнің сұлулық салоныма сертификат берем. Ешқайсын бөліп жармайын дедім деп жатыр. Таратып беретін боламын. Содан кейін алдында енді өзім айтқанымдай Түркия елінен алдыртқан бір сыйлығым бар. Ол біздің Ханзада Нұрсұлтанға. Нұрсұлтанға дейді. Келе қойыңыз, Нұрсұлтанға сыйлығыңызды табыстай қойыңыз, ал жаңағы сыйлықтар таратып бересіз. Таратып берем. Бұл өзің ашарсың, әлеуметтік жерге саларсың, оқырмандар көреді деген ойдамын. Енді мен Нұрсұлтаннан бір өтініш сұрағым келіп тұр. Маған бір жақсы үміткер шақырып бер. Ал, Ханзадамыз шақырсын үміткерді. Гаухар ханым, ниетіңізге рахмет. Аллах разы болсын. Енді шынында негізін ажақта білеміз ғой, Гаухар ханымның қандай кісі екенін, сондай бір жайдарлы, көңілі ашық, сондай бір керемет жандардың бірі. Біздің почти анамызбен жасты адам ғой, Балауса ханым шынына келгенде. Негізі телевизор сыртында көріп отқан құрметті жігіттер, сіздерді дәл Гаухар ханымға үміткер болып келулеріңізді шақырамын. Себебі нандай сұлулықты аңғараңыздар, жас қыздардың өзі негізі бұндай әдемі емес. Фигура десе фигура, түр десе түр деген сияқты. Сондай барлықтарыңыз күтеміз. Сондай бір сіздердің үміттеріңізді ақтайтын сондай бір қыздардың бірі деген келеді. Бір бойында жомарттығы да бар дейсіз ғой. Әрине, мысалға әр бір мереке болған сайын бір адам жетістікке жетіп жатса, әрдайым қуантып жүруге тырысады, әрдайым бір ниетін айтып сондай бір жомарт кісі деген келеді. Жақсы, сыйлық бергеннен бір-бірлеріңіз осылай қуантқаннан артығы жоқ, сондықтан сыйлығыңыз құтты болсын, жайғаса қойыңыз. Гаухар ханым, сіз жігіттерге таратып берсеңіз болады.